Бүгінгі видеода мен қалай 10 миллион қарыздан 3-4 айдың ішінде құтылдым. Иә. Өйткені мен ойымша мен тез құтылдым деп ойлаймын, потому что жылдар бойы жүретін адамдар бар, иә, қарыз болып. Вот, сондықтан сол жолымды айтып беремін, қалай кірдім, иә, ол қарыз мені қалай өзгертті, қандай инструменттерді қолдандым, иә, чтобы сол қарыздан шығатындай. Сондықтан сіздерге өте пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан кеттік, бастаймыз. Бірінші мынаны айтып берейін, мен 10 миллион қарызға қалай кіріп кетті деп ойлайтын шығарсыздар, иә. Енді ол кезде мен 26-27 жастамын ба, сондай ғой, где-то 28 сондай жастамын. И получается, қалай 10 миллион қарызға кіріп кеттің деген любой адамға интересно деп ойлаймын, иә, қалай басталды ол, иә. Мен, получается, қалай қарызға кірдім? Мен өзімнің бизнесімді бастадым Инстаграмда. Мен мұғаліммін, и получается, мен өзімнің бокстарымды сатып бастадым, иә. Қазақстан бойынша мысалы где-то бір 2000-нан аса мұғалімдерге көмектестім. То есть бокстарымды, өзім методикамды сатып, иә. И сол кезде ойлаңыздаршы, мен ауылда 45 мың теңгеге мектепте жұмыс жасап жүрген адам, андай көп ақшаны көрген кезде, енді ойлаңыздар, ол кезде мен 21-22 жылы ең алғашқы миллионыма жеттім да. Ойлаңыздаршы, ауылда мектепте істеп жүремін. И получается осындай, енді ауылда мектепте істеп сразу ондай болған жоқ, просто салыстырмалы түрде айтып жатырмын да. И сол кезде менде шок болды. Өйткені мен өзім семьямда ондай ақшаны көрген жоқпын, чтобы сондай ақшаны тапқанын көрген жоқпын. Конечно, менің мамам тоже бизнесмен болды, иә, базарда киім сатты. Бірақ енді мен ол кезде кішкентай болдым ғой. Сондықтан да оказывается, сен өзің жаңағы недостаткта өскеннен кейін, көп ақшаны көргеннен кейін сен кәдімгідей басың айналады екен. Сен оған да тоже дайын болу керек екенсің да. Вот, сондықтан да жаңағы қалай айтса болады, менің финансовый неграмотность, қаржылық сауатсыздығым ғой сонда. То есть мен ойлағанмын, всегда сондай ақша келе береді деп ойлағанмын, иә. И получается, ақшаны есептемегенмін. Расход қайда, доход қайда, иә, қайда кетіп жатыр. И солай мен минусқа кіре бергенмін. И получается, кредит ала бергенмін. И солай жаңағы кредиттен кредит алып, и всегда кредит алған кезде, мен мама сияқты қарызға кіріп кетпейін деген сияқты сондай всегда ой болатын ше. Потому что мен всегда рисковать еттім, көп жерлерден оқыдым, иә, курстар алдым, потому что мен өзім жаңағы оқығанды, білім алғанды өте қатты жақсы көремін да. То есть өте, қалай айтады, любознательный, иә, білгім келеді. Қалай мына адам успехқа жетті, иә, неге мына адамның қолынан келмейді, мына адамның қолынан келеді деген сияқты мен өте сондай информацияны зерттеген жақсы көремін, иә. Вот, и солай жаңағы мен финансовая неграмотность. И получается, мен постоянно жаңағы ақша алып жатқан кезде, кредит алып жатқан кезде всегда айтамын да өзіме, типа, мама сияқты қарызға кіріп кетпейін, сондай ой болады, всегда қорқыныш болады да, травма болып қалған ғой. Өйткені, давайте мен сіздерге предыстория айтып берейін. Мен мамам тоже қарызда болды, иә, 10 жыл қарызда жүрді. И өте маған қатты тиді деп айтуға болады, үлкен травма болып қалды деп айтуға болады. Өйткені мен көрдім мамамның қалай страдать еткенін, иә, қалай жаңағы өзі жалғыз қалғанын, иә, ешкім көмектеспеген, туыстары, жаңағы таныстары деген сияқты. Мен сол картинаның барлығын көрдім да, что үйге келіп, сен жаңағы қарызыңды сұрайды, иә, сен позорыңды шашады. Еще біз андай жер үйде емес, жаңағы неде тұрдық, этаж үйде тұрдық та. И получается, сол жерде көршілердің барлығы естиді, иә, то есть келеді, сенімен разбираться етеді, ұрысады деген сияқты. Сол қорқыныш менде тұрып қалған. Понимаете? И сол травма болып мен көз алдымда тұрып қалғанда, и всегда мен айтатынмын, мен деген не істеп жатырмын, мен мама сияқты қарызға кіріп кетпейін деген сияқты. Вот. Сондай болды. И получается, сол кезде мен көрдім, мамамның қатты қиналғанын көрдім, қалай, егер де сен ақшам болмаса, ешкімге керек емес екенімді көрдім, иә. Ол отдельная история, негізі өте маған қатты әсер еткен, менің тұлғамды өзгертіп жіберген, иә, потому что оның алдында мен өте веселый, өте ашық, сондай өз-өзіне сенімді, сондай қыз болғанмын. Содан кейін сондай история болғандықтан, өйткені қарыз болған үйде, ол жерде күнде скандал болады, күнде ұрыс-керіс болады, иә. И тыныш болмайды да, всегда телефон звондап жатады банктерден, адамдардан. И сол неден кейін, сол историядан кейін бізде болған, иә, семьяда мен жабылып қалдым. То есть мен вообще басқа адамға айналып кеттім да, андай забитый болады ғой, забитый, адамдардан қорқатын, мен уже адамдарға доверять етпейтін болдым. Сондай мен денемді қорқыныш ұялап алған да. Менің хозяиным қорқыныш болып кеткен ғой, мен қожайыным қорқыныш болып кеткен, понимаете? Мен уже адамдардан қорқамын, оларға сенуге қорқамын, иә. Мен уже бір как будто ақша алсам, мен как будто должен сияқтымын, как будто мені біреу наказать ететін сияқты. Сондай неде болдым мен, сондай состоянияда болдым.
И өте долго мен өзіммен жұмыс жасадым. Өз-өзіммен жұмыс жасадым, өзімнің травмаларыммен өте көп травма болды, потому что ойлаңыздаршы, мен ол кезде подросткпын. Ойлаңыздаршы, мен реально ол кезде мен айта алмаймын, ойбай, мен мықтымын, мен кереметпін деп, жоқ. Мен сол кезде сынып қалдым деп айта аламын. То есть бір нәрсе, мен ішімдегі бір нәрсе, иә, жаңағы ашық, веселый қыз мен ішімде сынып қалды. Как будто ол уже артқы планға кетіп қалған сияқты да. Мен слишком серьезный болып кеттім. Бір ауыр энергиядағы адамдар болады ғой. Мен сондай болып кеттім. Понимаете, не то чтобы типа мен өзіме жасап алдым, мен соның әсерінен, то есть семьяда болып жатқан жаңағы барлығын көрдім, қарыздың әсерін, и соның әсерінен мен сондай болдым. И получается, мен өз-өзімен жұмыс жасап бастадым. Өздеріңізге тоже жазып алсаңыздар болады. Мен өмірімді өте қатты жаңағы нетті десе болады, жеңілдетті. Иә, сол менің қалай айтса болады, менің, наверное, упрямый характерім. То есть қайтпайтын характерімнің арқасында ғана. То есть егер де білмеймін, басқа характер болатын болса, наверное, сынып қалар ма еді, иә. Просто менде сондай табиғатынан сондай болды да, упрямость болды менде. Вот. И получается, то есть енді ол кезде мен 92-ші жылғымын, жасым 33-те, иә, получается. Енді ол кезде ойлаңыздар, ол кезде андай психологтар деген қазір ғой, ол көп, да, инстаграмды ашасың, там чат GPT-ді ашасың, саған психолог болып береді да, и саған любой сұрағыңа отвечать етеді, иә. А ол кезде сен кімге айтатыныңды білмейсің, иә, кімге айтатыныңды білмейсің, кіммен бөлісетініңді білмейсің. То есть ол кезде мен, наверное, даже бөлісуге дайын болған жоқпын. Мен тек қана осы блогты жүргізіп, мен ашылдым, иә, мен өзіммен жұмыс жасап ашылдым деп айтуға болады. И получается, сен ешкімге айта алмайсың. Ол кезде психолог деген бұндай популярный емес. Мен жаңағы подружкаларыма тоже айта алмадым, мен әке-шешеме тоже айта алмадым, потому что біздің кішкене қазақтың менталитетінде бар, жаңағы әке-шешесімен бізде балалар қатты жақын емес, иә. То есть біз әке-шешемізге бір нәрсе айтатын болсақ, білмеймін енді, сондай менікі сондай болды ма, иә, менің опытым сондай болды ма, как будто ұят сияқты, иә, андай, как будто бір близкий отношения жоқ па, иә, бір бірімізден ұялып жүреміз ба, андай ашық, жаңағы сөйлесетін, түсінетін деген сияқты. Вот. Самое главное, сен тірісің ба, сен жүрсің ба, әйтеуір жаңағы самое главное сол деген сияқты. Ол жаңағы олардың да несі емес, кінәсі емес, олар тоже солай тәрбиеленді, иә. Вот, сондықтан да оларды тоже кінәлап керек емес. Вот, оларға да мысалы жылу жетіспеді, оларға да ондай ата-ана жетіспеді деген сияқты сондай ғой. Вот. И получается, мен не істеп бастадым. Ең бірінші, самый главный, мен жаңағы кітап оқып бастадым. Неше түрлі кітаптарды, психологияға қатысты, иә, вообще әдеби кітаптарды көп оқыдым. Негізі көбісі айтады да, ойбай, әдеби кітапқа не үшін уақытыңды құртасың, лучше андай бизнес кітаптарды оқысашы деген сияқты. Мен толығымен келіспеймін, өйткені художественный кітаптарда, знаете, вот өте терең түсіндірілген да, каждый характер, каждый жаңағы адамның ішінде болып жатқан дүние, иә, әр персонажбен көрсетеді. И реально сен егер де түсінетін болсаң, сен мышленияңды просто былай 180 градусқа өзгертіп жібереді. Вот. Сондықтан мен айтатын едім, художественный кітаптарды оқу керек, әдеби кітаптарды оқу керек, өйткені ол сенің дүние танымыңды, иә, сана сезіміңді кәдімгідей көтеріп жібереді. Мен сондай, наверное, ешкіммен сөйлесе алмағандықтан, ешкімге айта алмағандықтан, мен өзімнің жаңағы немді, сұрақтарымның жауабын сол кітаптардан іздеген шығармын. Потому что ол кезде мынандай интернет деген 2015-2016-та инстаграм енді ашылып жатты ғой. Вот, сол кезде мен іздеп бастадым, и получается, сол кезде ақырындап, где-то мен 10-ші класс па, 11-ші класста бізге интернет қосып берді. Интернет қосылды үйге, и получается, сол кезден бастап мен каждый мақаланы оқи бастадым ғой, өзімнің травмаларыма байланысты, иә. То есть, как стать общительным, как стать открытым деген сияқты сондай өзіме полезный, өзіме керек сұрақтарды мен зерттей бастадым. Мен, знаете, бүкіл мақаланы уже білетінмін ғой, жатқа білетінмін ғой. Бүкіл мысалы Гуглға жазасың, иә, как стать общительным деп, и соның барлық мақаласын оқитынмын ғой. Настолько вот қалай болады, қалай айтады, жаңағы білімге ашық болдым ба, әлде білімге аш болдым ба, иә, сөйлесетін адам болмағаннан кейін соның барлығын оқып, жаңағы өзімнің өміріме қолданғым келді ма, просто мен білгім келді. Мен просто бүйтіп жүргім келмеді. Жарайды, енді мен сондаймын ғой. Мен деген сондай, андай, просто мен көп қиындық көргем да, содан кейін мен ашыла алмаймын, мен қорқамын, дейді ғой мысалы көп адамдар. Мен болса бүйтіп айттым да, неге мен қорқам? Неге? Себебі неде? Неге мысалы ана адам бай, мен неге мысалы мен ақшам жоқ деген сияқты менде всегда неге деген сұрақтар
мен басымда болды да. То есть мен келіскім келмеді жауаптармен ше. Мен просто енді мен балалық шағымда осындай болған ғой. Содан кейін мен ешқандай жетістікке жете алмаймын деген сияқты ондай болмады да. Менде келісу болмады да. Мен просто білгім келді. Неге былай? Неге былай емес деген сияқты мен солай изучать ете бердім. Постоянно как будто не сияқты зерттеуші, исследователь сияқты соның барлығын зерттедім. Вот. Кітаптар өте қатты көмектесті. Мен бір кезде қалай өзімді өсіп кеткенімді, менің мышлением қалай өсіп кеткенін, иә. Мен тек қана бір жақты қарамайтынымды, жан жақты қарайтынымды, терең түсінетінімді, иә. Соның барлығын білдім. Ол маған өте қатты көмектесті. Адамдармен коммуникацияда, жұмыста өте қатты көмектесті. Сондықтан айтатын едім, өздеріңізді зерттеуді тоқтатпаңыздар. Өздеріңізді зерттеуді, иә, кітап оқуды, білім алуды, жаңағы даже бесплатно айтамын да. Мен мысалы мынандай пример болды. Сол кезде мен мышлениемнің басқалардан айырмашылығын түсіндім да. Бір қыздан сұраймын, короче, знакомый қыздан, не үшін ағылшынды оқымайсың деймін да. Сол кезде айтады да, ой, менде ақша жоқ қой, менде жаңағы не жоқ қой дейді да, кітап жоқ қой деген сияқты сөйтіп айтады да. И сол кезде, оказывается, мен бүйтеді екенмін. Мен қолымда не тұр, қандай возможность тұр, мысалы бесплатный интернет, барлығында бар, иә, бесплатный интернет. Мен бүйтеді екенмін, бесплатный интернетті аламын да, ашамын да, жаңағы қолымнан қазір не келіп тұр, соны жасаймын. То есть ең бірінші оңай сабақтардан бастаймын. Мен даже солай турецкий язык, яғни түрік тілін сөйтіп оқып бастағам. Просто не тегін сабақтар тұр, сол тегін сабақтармен оқып бастағам. Кәдімгідей мен уже сөйлей бастағам даже. И мен бір кездері жаңағы португальский язык, соған қатты қызықтым. И сол кезде тоже оқып бастадым. Тоже интернетте тұр деймін да. Сол кезде, оказывается, адам просто бір нәрседен тоқтай салатын адамдар бар екен да. Бір кішкентай қиындық болса, содан тоқтай салатын. Кейбір адамдар, мысалы, қолында не бар, соны қолданады. Я, мен мысалы қолымда интернет болды бесплатный, соның барлығын полностью қолдандым. Содан кейін кітаптарды бесплатно скачать етіп алдым и солай кітаптар оқыдым. Өте қатты көмектесті, реально. Вот. Солай ақырын мен өзімді емдей бастадым деп айтуға болады, иә, психологиялық тұрғыдан. Өте қиын болды. Жаңағы даже кейбір кезде сол травмалардың несін айтып жатырмын да мен сіздерге. Сол балалық шағымда алған травмалардың последствиясын айтып жатырмын, иә. И получается, сол кезде даже мен қатты неден ойлардан мен басым ауыратын. Сол басым ауырғандықтан мен ұйықтап қала беретінмін. Потому что мен мына өмірді сүргім келмейді да. Потому что мына өмірді сүру маған қиын. Сондықтан мен не істеймін? Мен ұйықтап қалам. И получается ешқандай проблема жоқ. Ұйықтап қалам, ешқандай проблема жоқ деген сияқты. Вот. Солай менде травма болды. Бірақ мен травмалармен жұмыс жасағанмен ол по-любому менде тұрды. Я, ол травмалар. Вот. И получается, в общем, енді мен травма туралы айттым, чтобы сіздер түсінетіндей, иә, потому что мен көрдім да, мамамның қатты қиналғанын көрдім. Мамамның жаңағы даже бізде үйде нан жоқ кездер болды да. Нан жоқ, май алып келсе жаңағы қуанып, иә, өте қиын болды. Даже қанттың өзі бізге кәдімгідей роскошь болды да. Үйде қант болса, это прям роскошно. Вот. Сол кезде мамадан барлығы отвернуться еткен да. И мен сол кезде ойладым да, что мен де мама сияқты болам ба, барлығы мені жек көреді, ешкіммен мен араласпайды, мен позор болам, мен авторитетім до плинтуса түседі деген сияқты. Көрдіңіздер ма, қалай мен миымда қалып қалғанда соның барлығы ше, именно сенікі солай болады деп ше. Негізі ол не емес, негізі олай ойламау керек. То есть әркімде әртүрлі жол болуы мүмкін, иә. И мен өзімді вот қарызға кірдім, иә, получается, мен өзімді қалай чувствовать еттім, иә, менің состоянием қандай болды. Конечно, ужасное состояние болды, стресс, қорқыныш, кешке дейін қорқамын, ақша таппай қалам ба, не болады екен деп андай неизвестность. И получается, понедельник бір қарызымды төлеймін, среда екінші кредитім тұрады, пятница үшінші, былай айналып жатыр ғой жаңағы. Бір кредитті аламын да екінші кредит жабам, екінші кредитті аламын да үшінші кредит жабам деген сияқты мынандай бытқып жатыр ғой, короче. И содан мен уже не выдерживаю. И получается, күнде тревожка, күнде паника, күнде жаңағы жылғаймын. Просто мынандай кездер болды да, потолокқа қарап, жылап жатам, енді не болады. Как будто өмірім бітіп қалған сияқты да. Сол кезде мен күлкім келеді да өзіме. Сол кезде қазір күлкінішті, енді сонда айтам да, біреу мені өлтіре ма, біреу мен үйіме келіп маған тисе ма деймін да, ондай болмайды ғой. То есть как будто андай выход жоқ сияқты, сондай ситуацияны сөйтіп көргем да. Вот, сондықтан да егер де сіздер де сөйтіп көретін болсаңыздар, негізі любой жерден выход бар, иә. Просто қатты стрессовать еткеннен, қатты өзіңіздің көңіліңізге алғаннан, иә,
жаңағы сіздің денсаулығыңыз түсіп кетуі мүмкін, энергияңыз түсіп кетеді, иә. И получается ол сізге кері әсерін береді да. Сіз ондай энергиямен, ондай денсаулықпен уже қарызды төлей алмайсыз. Сондықтан бостан-босқа уже нетпеңіз. Бостан-босқа жаңағы стрессовать етіп, қатты паниковать етіп, просто өзіңізге айтасыз, окей, мен қарызға кірдім, иә, мынандай ситуация болып тұр екен. Ары қарай не істеуге болады? Давай мен просто әрекеттерімді істейін деген сияқты, иә. Потому что біз көп энергияны, оказывается, өзіміздің жаңағы переживаниямызға, стрессқа, сол жаққа беріп жібереміз да, ағызып жібереміз бүкіл энергиямызды. Ал егер де соның барлығын, энергияның барлығын жаңағы нететін болсақ, именно ақша табуға қоятын болсақ, сол фокустың барлығын, энергияның барлығын, онда біз тез шығып кете аламыз, иә. Менің ойымша солай. Вот, просто мен өзімнің қателігімді көріп отырмын да, біраз уақыт өткеннен кейін, потому что мен қатты қорыққам, как будто, не знаю, мен просто бала кезімде сондай ситуацияны көз алдымда көргеннен кейін ба, менімен қайталанбаса екен деп ше, қатты маған страшный болып сөйтіп жазылып қалған ба, иә. Сондай восприятие болды да, қарызды солай воспринимать еттім. Вот. Сондықтан да бұл өмірде сіз просто бірінші рет өмір сүріп жатсыз, иә. Қателік жасау нормально, просто ниет қою керек, иә. Мен ақша тапқым келеді, мен қарыздардан құтылғым келеді деген сияқты. Вот. Переживать еткеннен негізі ештеңе шықпайды. Просто денсаулығыңды құртып аласың, өзің энергияңды құртып аласың. И сол кезде маған көмектескен инструменттерді айтайын. Маған көмектескен инструменттер, мен медитация жасадым. Күнде медитация жасадым. Таңертең тұрып аламын, иә, и получается медитация жасаймын. 30 минут отырамын, 15 минут отырамын. Просто өзімнің жаңағы немді бақылаймын, иә. Өзімнің ойларымды бақылаймын. То есть автоматически өмір сүрмей, мен қазір қандай ой ойлап жатырмын, иә. Сондықтан бұл жерде медитация неге көмектеседі? Сізге ойыңызға кіріп кетпеуге, қайта осы сәтке оралуға, иә. Всегда бүйтіп сұраңыз өз-өзіңізден, мен қазір не ойлап тұрмын? Мен қазір не ойлап тұрмын? Мен қазір не ойлап тұрмын? Потому что вот эти мысли, да, очень сладкие, өте тәтті да ол мысльдер. Ол страдать еткізетін мысль болса да, ол жаңағы сізге қуаныш сыйлайтын ой болса да, иә. Бұл өте тәтті ойлар. Біз өзіміз сол ойларға қалай берілетінімізді, иә, қалай бізге ой келетінін, иә, соны білмейміз, сол процесті білмейміз. Медитацияда сен реально сыртынан көресің, иә, қандай ойлар бар, сен қандай программада тұрсың, и мен соған келе бастадым. Мен келе бастадым, менде неше түрлі опыттар болды, иә, потом оны айтатын боламын, бірақ өте қатты көмектесті. То есть медитация деген мені прям қатты өсіріп жіберді, потому что мен программадан шығып, өзімнің, иә, программадан шығып, не болып жатқанын, қандай ой ойлайтынымды, қалай робот сияқты өмір сүретінімді барлығын көрдім, иә. Вот, медитация өте күшті көмектеседі. Екіншіден аффирмация. То есть аффирмацияны мен просто жылап жатамын, иә. Сонда да наушникті құлағыма тығып аламын да, нететімін. Мен баймын, мен жаңағы мен қолымнан келеді деген сияқты. Потому что ол кезде просто өздеріңізге көмектесіңіздерші осы аффирмациялар арқылы хотя бы. Потому что ол кезде сенің жаныңда ешқандай адам қалмайды, ешқандай поддержка қалмайды, иә, қарыз болған кезде. И сол кезде сен өз-өзіңе көмектесу керексің, да. Сен өз-өзіңе поддержка болу керексің, өз-өзіңе жақсы сөздер айту керексің. Егер өзіңе жақсы сөз айта алмасаң, просто аффирмацияны қоясың, и получается жаңағы сол аффирмация уже саған көмектеседі. И солай ойлаңыздаршы, сөйтіп тыңдап бастадым мен, и ақырындап ақшалар келе бастады. Потому что мен ең бірінші ойымды өзгертіп бастадым. Понимаете? Вот. И солай осы инструменттерді қолдансаңыздар болады, иә. И потом тағы да бір инструмент, барлық қарызды жазу, бүкіл қарызды жазу керек, иә, кімге қандай қарызсың. Я вас понимаю, ол қарызға сен қарағың келмейді, сен жаңағы неткің келмейді, білгің келмейді, иә, сенде қанша қарыз бар, сен как будто одан шошитын сияқтысың, сол шындыққа қарау керек, иә. Үтір нүктесіне дейін сенде қанша қарыз бар, соның барлығын жазу керексің. Сен жазған кезде любой нәрсе орындалады, потому что саусақтың ұшында біздің саусақтың ұшы біздің подсознаниямен байланысты, түп санамен, иә. Сондықтан любой нәрсені айтады ғой, любой нәрсені жаз деп айтады, иә. Жаңағы өзіңнің жоспарыңды жаз, өзіңнің мақсаттарыңды жаз, өзіңнің арманыңды жаз деп айтады, иә. Сондықтан самый главный жаңағы списогін жазу керек, и именно қайсын бірінші жабасың, иә. Самый кішкентайынан бастаңыз, получается, и соны ақырын сызып бастаған кезде, жауып бастаған кезде уже сіздің миыңызда не болады, уже сенімділік пайда болады. Мен жаба алады екенмін деген сияқты сізге мотивация болады, понимаете? Вот, сондықтан ең кішкентай қарыздан ақырындап жаба бересіз. И получается, мен блокнотыма сөйтіп жазып алдым да, ақырындап шетінен соның барлығын сызып отырдым. И екінші инструмент маған көмектескен, ол менің блог жүргізгенім. Вот. Мен сіздерге айтатын едім, сіздерде қандай бизнес болса да, традиционный бизнес болса да, өздеріңіздің блогтарыңызды бастаңыздар. Өздеріңіздің бизнестарыңыз туралы бастайсыздар ма, өздеріңіз туралы бастайсыздар ма, блог өте үлкен мықты сила. иә, потому что қазір бәрі айтып жатыр ғой, мысалы личный бренд деп ше. Сол кезде мен қатты қуанам, сол бокстарымды инстаграм арқылы сатқанымды, өйткені көп мұғалімдер мені танып қалды, иә. И получается, соның арқасында мен уже блогтың арқасында, инстаграм жүргізгеннің арқасында мен уже ақша таба бастадым, иә. Мен жаңағы уже
мұғалімдерге үйрете бастадым, қалай ақша табу керек, иә, онлайн оффлайн репетитор болып қалай ақша табамыз деген сияқты соның барлығын мен үйрете бастадым. Вот, и получается солай, знаете, сөйтіп мен ойымды өзгерттім бірінші, өзімнің ойларыммен, өзімнің убежденияммен жұмыс жасап бастадым, жаңағы өзімнің қарызымның списоктарын жаздым, иә, и солай, знаете, мен реально көп ақша тауып бастадым да, тек қана 1 миллион емес, 2 миллион, 3 миллион деген сияқты. Осы блогтың арқасында мен қарапайым мұғалім болсам да, мысалы 45 мың теңгеге жұмыс жасаған, ауылда жұмыс жасаған мұғалім болсам да, мен мысалы 5 миллионға дейін жете алдым да. Вот, сондықтан блогтың несі, қалай айтады, пайдасы өте көп. Сондықтан любой бизнес болсын, иә, сіз егер де қарызда жүрсеңіз қазір, иә, немесе минусқа кіріп жатсаңыз, немесе эксперт болсаңыз, любой сферада негізі блог бастауға болады. И солай сізді адамдар тани бастайды. Потому что бизнеста, мысалы, дүкен болатын болса, бір жерде, иә, магазин болатын болса, ол жерден өзінің шектеулі адамдары бар да, өтетін. Иә, сол районда ғана жүретін адамдар алады, иә, сізден барып. Ал егер де сізде Инстаграм болатын болса, ол жаңағы бүкіл сол қалаға жіберуге болады, иә, рекламаны. Міне, бізде осындай ойыншықтар бар, бізде осындай кремдер бар деп. И сол кезде бүкіл қала сізді узнавать ете бастайды, сізге жаңағы келіп көргісі келеді, иә, жаңағы сіздің магазинге. То есть тура сол районның адамдары ғана емес, бүкіл қала уже сізді танитын болады. Ал егер де эксперт болатын болсаңыз, сіз тек қана, мысалы, мен мұғаліммін, иә, қарапайым, мысалы, мектепте істеп жүрсем болады. Мен не істедім? Мен алдым да өзім біліміммен бөлісе бастадым. И солай мен бүкіл Қазақстанға танылдым, иә, мысалы, бүкіл Қазақстанға мен өзімнің білімімді сата аламын. Ал егер де просто бір жерде тығылып отырсам, мектепте, курстарда тығылып отырсам, онда мені шектеулі адамдар ғана көреді. Мені шектеулі оқушылар ғана көреді. Мені шектеулі клиенттер ғана мен услугамды сатып ала алады, иә. Сондықтан да блог маған өте қатты көмектесті. Вот шынайы айтайын, солай мен жаңағы блогпен жұмыс жасау арқылы, иә, регулярно контент салу арқылы сатуды білемін, иә, мысалы, контент жасауды білемін, сатуды білемін. Соның арқасында мен жаңағы өзімнің қарыздарымнан құтылдым. И өзім в шоке болдым да, что мен қалай тез осылай жеттім. Өйткені бұл жерде екі инструмент болды, понимаете? Сен миыңмен де жұмыс жасау керексің, өзіңмен, иә, өзіңнің қорқыныштарыңмен, өзіңнің травмаңмен тоже жұмыс жасау керексің. И получается жаңағы өзіңнің нең бизнесіңмен тоже жұмыс жасау керексің, иә. Ал қазір любой бизнесті личный брендқа айналдыруға болады. Любой бизнесқа блог жүргізуге болады. Сондықтан мен айтып жатырмын ғой, барлығына келеді деп. Қазір бухгалтер болсын, мұғалім болсын, врач болсын, иә, кішкентай бір магазині болсын, продуктовый магазиндер, иә, киім сататын магазиндер болсын, любойында блог болатын болса, ол көбірек ақша табады. Сондықтан қазіргі заманның возможностін, қазіргі заманның мүмкіндіктерін қолданып қалыңыздар. Потому что бұл тоже бір орында тұрмайтын нәрсе. Қазірден бастап үйреніп қалыңыздар. Так, осылай менің историям осындай. Сіздер тоже өздеріңіздің историяларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Я, мені қатты сынға алмаңыздар, айып етпеңіздер. Бір жерде қате жіберіп жатсам, дұрыс сөйлемей жатсам, я, өйткені камераға қарап сөйлеудің өзі кәдімгідей ол дағды деп айтуға болады. Ал ютубта сөйлеу ол тіптен басқа дағды. Потому что рилстарда сөйлеген кезде сен 1-2 минут сөйлейсің, я, а мына жерде сен кәдімгідей 15-20 минут, 10 минуттық видеолар, үлкен видеолар, ұзақ видеолар жазасың. Вот, сондықтан танысқаныма қуаныштымын. Мен Маржан Асқар, инфопродюсер, иә. Менде жаңағы, егер де мен продуктым туралы, Инстаграмды қалай жүргізу керек, иә, блогты қалай жүргізу керек, одан қалай ақша табу керек, сол туралы білгіңіз келсе, описанияны оқыңыз, осы видеоның астында барлық менің жаңағы услугаларымды біле аласыз. Сол арқылы маған жазсаңыз болады.